Құрметті оқырмандар, біз нақты жолдың үстінде қарастырайық жол ережесін. Жол ережесі мына қиылыстан өтер кезде сіз қандай көлікке жол бересіз, не үшін жол бересіз, және қандай жағдайда жол бересіз, жол бермейсіз деген нелерді қарастырайық. Енді қараңыз, мотоциклге мына жерде жасыл жанып тұр, одан кейін жүк көлігіне жасыл жанып тұр. Мына көгілдір түсті көлікке қосымша секциядан жасыл жанып тұр. Қараңыз, қосымша секция деген мынау, негізгі секция деген мына үшеуі. Енді қараңыз, қай көлік бірінші жүреді. Бірінші болып бағытын өзгертпейтін көлік жүреді. Ол мынау мотоцикл. Ол мен айтып тұрған қатысты, мына екі көлікке қатысты айтып тұрмын мен сіздерге, бағытын өзгертпейді. Мына екеуінің біреуі жүреді. Себебі, ең бірінші себебі, бұлардың мына екі көліктің негізгі секциясында жасыл жанып тұр. Ал мына көліктің қосымша секциясында жасыл жанып тұр. Сол себепті, егер сіздің мына көлікті қосымша секциядан жанып тұрған көлікке барлық көлікке жол беріп барып жүреді. Түсіндіңіз ба? Қосымша секциядан жанып тұрса, егер сізге светофордың, сіз барлық көлікке жол бересіз. Себебі сіз екінші дәрежелі жолда тұрсыз деген сөз. Бірінші мотоцикл жүреді, одан кейін барып жүк көлігі жүреді, сосын барып көгілдір түсті көлік. Одан кейін мына трактор, қараңыз, светофор жоқ, жол белгілері бар. Қай көлік бірінші жүреді? Әрине бірінші трамвай жүреді. Себебі тең дәрежеде всегда трамвай жүреді бірінші. Енді қараңыз, мына ситуацияны то же самое жаңағындай. Қай көлік бірінші жүреді? Уже сіздер түсініп алған боларсыздар. Міне светофор көбісі айтады, мына көлік басты жолда тұр деген сияқты, оң жақтан кедергі деп айтады. Олай емес. Сіз светофор болса, тек қана светофордың сигналына қарайсыз. Қосымша секциядан жасыл жанып тұр, яғни бұл көлік автоматты түрде екінші дәрежелі жолда тұр деген сөз. Мынау жасыл автокөлікке негізгі секциядан жасыл жанып тұр. Сондықтан ол бірінші жүру керек. Реттеушінің сигналынан көбісі қорқады. Реттеушінің сигналынан қорқудың ешқандай қажеті жоқ. Реттеуші сізге тұрған кезде, міне, өзіңіз қарасаңыз барлығы түсінікті. Мына жерде мотоцикл тура жүрейін деп тұр. Оған тура жүруге рұқсат па? Қараңыз, қолы осылай тұр. Регулировщик, мына реттеуші, алдымен мотоциклге қарап, сол қолы созылып тұр. Қараңыз, тура жүруге рұқсат па? Әрине, тыйым салынады тура жүруге, мына жерде қараңыз. Өзіңізге уже логически түсінікті уже. Тура жүруге болмайды. Қолын былай созып тұр. Сізге алдымен қарап тұр. Бұл жерде мотоциклге тек оңға бұрылуға рұқсат. Бірақ ол оңға бұрылайын деп тұрған жоқ, ол тура жүрейін деп тұр. Енді қараңыз, қызыл автокөлік солға бұрылайын деп тұр. Оған жүруге рұқсат па? Әрине рұқсат. Регулировщиктің осы тұрған тұрысында сізге мына жақтан қарағанда барлық бағытта рұқсат етіледі. Оңға, солға, тура, кері бұрылу. Түсіндіңіздер ма? Осы положениесін, осы тұрысын жаттап алыңыздар. Ең бірінші қызыл жүреді, сосын барып мотоцикл. Парковкадан шығу, бұл да өте атақты тақырып. Осы жерде қай көлік бірінші жол беру керек деген барлығында сұрақ бар. Бұл жерде сіздер білесіздер. Бұл жерде мына ақ көлік жүрді делік, оңға қарай. Сол кезде жасыл көлік оның сол жағында. Ешқандай кедергі жоқ, Ал мына жасыл көлік жүрсе солға қарай, оның ақ көлік оң жағында қалады. Оған оң жақтан кедергі болып шыға келеді. Сол себепті ең бірінші болып ақ көлік жүреді. Енді құрметті оқырман, келесі жағдайды қараңыз. Мына жерде мынау тұрғын аймақ деген белгі, тұрғын аймаққа кіру. Мына белгі тұрғын аймақтан шығу. Тұрғын аймақта жылдамдық қанша болу керек? Комментарийға жазыңыздар. Оны мен айтпай қойын. Оны уже білген шығарсыздар сіздер.
Енді қараңыз, мынау парковкадан шығайын деп тұрған көлік. Енді қай көлік бірінші жүру керек? Тұрғын аймақтан шығып келе жатырған көлік, қызыл автокөлік. Ол кімге жол беру керек? Ол ереже бойынша барлық көліктерге жол беріп барып жолға шығады. Ал тұрақтан енді жүрісін бастайын деп жатқан көлік, ол да дәл солай. Барлық көліктерге жол беріп барып жүрісін жалғастырады. Енді қараңыз, мына жерде бірінші басты жолда келе жатқан көлік, жасыл көлік жүреді. Одан кейін барып, мынау енді тоқтап тұрған машина ғой. Тоқтап тұрған көлік. Тоқтап тұрған көлік жолға шығардан бұрын барлық көлікке жол беру керек. Ал тұрғын аймақтан келе жатқан көлік, ол басты жолдағы көліктерге жол береді тек, сосын барып жүрісін жалғастырады. Осы қараңыз мына ситуацияны. Ақ көлік солға бұрылайын деп тұр, көк көлік оңға бұрылайын деп тұр, жасыл автокөлігіміз тура жүрейін деп тұр. Мына жерде тек тіке қозғалыс деген белгі бар. Енді қараңыз, мына жерде не дейміз, односторонний жол, бір бағытты жол, Міне мынау бір бағытты жол. Оны қайдан білдік біз? Оны мына бір бағытты жолдың аяқталуы деген белгіден білдік. Мына жерден бір бағытты жол аяқталады. Бірінші қай көлік жүреді? Басымдық белгісіне қарайсыз. Басымдық белгісі басты жолдағы көлік, жасыл көлік деп тұр. Яғни жасыл көлік бірінші жүреді. Енді мына екі көлік бір-біріне ешқандай кедергі жасамайды. Сол себепті екеуі де жүрісін жалғастырады. Бұл жағдайда қараңыз, екеуіне де жасыл жанып тұр. Көп адам осындай ситуациядан шатасып кетеді. Айтады, мынау көлік екінші дәрежелі жолда тұр ғой. Мына көлік басты жолда тұр ғой деп. Олай емес. Светофорға қараңыз. Енді қараңыз, мына жүк көлігі солға бұрылған кезде, оған аяқ астынан оң жақтан кедергі болып, көк көлік шыға келеді. Сол себепті көк көлік бірінші жүреді. Мына ситуацияны қараңыздар. Басты жол қай жолдар? Басты жол жүк көлігі тұрған жол және қызыл автокөлік тұрған жол. Екінші дәрежелі жол көк автокөлік тұрған жол. Енді қараңыз, қай көлік бірінші жүру керек? Басты жолдағыларды қарайсыз бірінші. Осы екеуінен кім бірінші жүреді? Оң жақтан кедергі бірінші жүреді. Яғни жүк көлігіне қызыл автокөлік оң жақтан кедергі болып табылады. Сол себепті ол бірінші жүреді. Бұл тең дәрежелі жол, тең дәрежелі қиылыс. Ескерту белгісінде естеріңізге салыңыздар. Тең дәрежелі жолдардың қиылысуы деген қандай белгі еді? Біздің осы каналдағы видеоларда бар. Соны қарап алыңыздар. Тең дәрежелі жолдың қиылысуы. Тең дәрежелі жолдың қиылысында сізге неге тыйым салынады? Әрине, басып озуға тыйым салынады. Енді қараңыз. Тең дәрежелі жолда ең бірінші қандай көлік жүреді? Мотоцикл жүрейін десе, оған оң жақтан кедергі көгілдір автокөлік. Ақ көлік жүрейін десе, оған кедергі мотоцикл. Сонда ақ көлік бұл жерде нешінші болып өтеді? Ең соңғы болып өтеді. Себебі не? Ол жүрейін десе, мотоцикл кедергі, мотоцикл бірінші жүрейін десе, көгілдір түсті автокөлік кедергі.